Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Адамгершілік асыл қасиет бөлімі бойынша менің атым Қожа повесін оқып та болдық. Енді бүгін осы повестке әдеби эссе жазатын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазатын боласыңдар оқушылар. Менің атым Қожа шығармасын қаншалықты оқып білгендігіміз жайлы шын және жалған әдісі бойынша білімімізді тексеріп көрелік. Сайбек Дәулет деген кейіпкерлер менің атым Қожа шығармасында кездеседі. Шын ба, жалған ба? Сол жақ құлағымның астына таман бір түйір қалым бар. Ботжағардың бітпейтін жерге бітуін қараш, одан да бетімнің ұшына таман болсаш, сонда әдемірек көрінер ме едім деген Қожаның портреті. Шын ба, әлде жалған ба? Менің атым Қожа шығармасы Ұлы Отан соғысының алдында болған. Рас па? Сүттібайдың үлкен баласы Қожаны қара көже деп мазақтаушы еді. Шын ба, жалған ба? Кел, отыр, ауылды бір айналдырып серуендетіп әкелейін деп жалбақтап көңілімді тапқысы келетін. Диалогта Қожа сұлтанды меңзеп тұр. Шын немесе жалған екенін өздеріңіз ажыратыңыздар. Шыбыным, әйтеуір ешкімге тимей ұрынбай жайыңа жүр. Тек жүрсең тоқ жүресің дейді атан қазақ. Сенің тентектігіңді менен басқа ешкім де көтермейді. Әйтеуір саған айтар ақылым, тыныш жүр, балам, тыныш жүр. Біреудің ала жібін аттаушы болма. Мешкей деген жақсы ат емес. Бұл Майханова апайдың өсиеті. Шын ба, жалған ба? Шығармада Жұмағұл деген ол мектеп директоры. Шын ба, жалған ба? Құрметті оқушылар, осы әдіс бойынша өз білімдеріңізді тексеріп, берілген суреттегі дүниені скриндеп жасап алып, белгілеп мұғалімдеріңізге жіберіңіздер. Құрметті оқушылар, енді бүгінгі сабағымыздың мақсатына қарай ойысайық. Өзіндік құндылықтар, яғни барлығымыз адамгершілік асыл қасиет бөлімінде көбіне біз адалдық, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, өз-өзін тәрбиелеу бағытына қатысты әңгімелерді, өлеңдерді өттік. Менің атым Қожа шығармасы да адамгершілікке бастау алатын қайнар көздердің бірі ретінде қарастырылады. Құрметті оқушылар, енді осы құндылықтар тұрғысынан біз менің атым Қожа шығармасынан талдау жасап көрелік. Адалдық. Былайырақ шыққан соң сұлтаннан: «Өй, Калиннің балаларымыз дегенің не? Неге өтірік алдайсың?» деп сұрадым. Бұл Қожа әңгімелеп отырған жайт. Яғни сұлтан сол жерде Жұмағұлдың үйінен шыққан соң, оның бағалы затын алып кетумен қоймай, оған өтірік айтуы және бұған Қожаның қынжылуы, Қожаның адалдыққа деген көзқарасын қалай байқатып тұр? Шынында Қожа да өтірік айтқанды жақсы көре ме, әлде адал болғысы келе ме? Осы жерді өзіңіз бағамдап көріңіздер. Келесі құндылық сүйіспеншілік. Ел бетіне қарағысыз қылдың ғой. Қайтем сені, қайтем. Неге тыныш жүрмейсің? Осы саған не жетпейді? Маматай, қойшы, ендігәрі. Мама менің жалбарына созған қолымды қағып жіберді. Жолама, мама деуші болма мені. Құдайдың сендей бала беріп азапқа сап қойғаннан да қу бас тастағаны артық еді ғой. Қойшы, маматай, ең соңғы рет кешірші, ант етемін. Мамамның тізесін құшақтай жығылған қалпым еңіреп жылап жібердім. Қожаның анасына деген сүйіспеншілігін, оның алдында әлденеге кінәлі бола қалса, осылай егіліп жылап қоя беруін сіз қалай бағалайсыз? Қожа шынында тек қана тентек бұзық бала ма, әлде жүрегі мейірім мен сүйіспеншілікке толы жігіт пе? Оны ара жігін өзіңіз бағамдап көріңіз. Келесі, дұрыс әрекет. Балалар жапырлап киіз үйді, шатырды жығып, жинай бастады. Мен болсам, кабинаның есігіне жабыса түсіп, ешкімнің көзіне шалынбауға тырысып, мықшиып отырмын.
Бас аяғы бірнеше минуттың ішінде ғана көз алдымда болған әлгі әсерлі көріністер бір жағынан бойымды шымырлатып, делебемді қоздырса, екіншіден өкіндіреді. Қап, анада жайлауға барғанша осылармен бірге шөп шабысқа неге келмедім? Қожа үнемі дұрыс әрекет жасай ма? Дұрыс әрекет жасамаса, оған өкіне ме? Оның өкінгендігін шығарманың өн бойынан байқауға бола ма? Өздеріңіз осы арасын бағамдап көріңіздер. Келесі, өз-өзін тәрбиелеу. Құрметті оқушылар, кешегі өткізілген құпия кеңес қожаның өзін-өзі тәрбиелеуінің ең тамаша үлгісі. Түзелуім керек. Бұл менің түзелемін деп өзіме өзім бірнеше рет уәде беруім емес. Талай рет уәде бердім, шындап бердім. Бірақ қанша тыныш жүрейін деп тырыссам да олай болмай шығады. Не ет қызуыммен, не басқа бір себеппен тәртіпсіздік істеп қойғанымды өзім де байқамай қаламын. Жоқ, енді олай болмауға тиіс. Қалай? Қожа өзін өзі тәрбиелейтін, өзіне жақсы қасиеттерді жұқтыруға тырысатын бала дегенге келісесіздер ме? Мінеки, құрметті оқушылар, мен сіздерге осылай шығармадан қожаның әрекетіне баға беру үшін құндылық тұрғысынан бірнеше мысалдар келтірдім. Ары қарай қалай шешесіздер, қандай шешім шығарасыздар, ол өз еріктеріңізде. Енді біз осылардың барлығын саралай келе, бағалай келе, мынадай оқу тапсырмасын орындайық. Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым қожа» шығармасындағы қожаның әрекеттерін өз құндылық тұрғынан талдап, әдеби эссе жазыңыз. Дескрипторлар, тақырыпқа сай эссе жазасыздар, эссе құрылымын сақтайсыздар, пікірге сай аргументтер келтіресіздер және сөз санын 150 сөзге шақтайсыздар. Құрметті оқушылар, эссе жазу ережесін тағы бір естеріңізге сала кетейін. Эссе жазу 3 құрылымдық бөліктен тұрады екен. Оның біріншісі кіріспе, екіншісі негізгі бөлім, үшіншісі қорытынды бөлім. Кіріспеде әдетте тақырып не туралы болатындығын, қандай дүние туралы айтатындығымызды жазамыз. Яғни біз «Менің атым қожа» шығармасы, оның ішіндегі қожаның әрекеттеріне, істеріне баға беретін боламыз. Сондықтан біздің тақырыбымыз «Менің атым қожа» шығармасы болмақ. Негізгі бөлімде өзіңіздің пікіріңізді келтіріңіз. Сіз қожаның әрекеттерін қалай бағалайсыз? Қожа өзін-өзі тәрбиелейтін оқушы ма? Қожа адалдыққа берік жігіт пе? Осының барлығын өзіңіздің пікіріңіз арқылы жазып көріңіз. Одан кейін сол жазылған пікіріңізге аргумент келтіріңіз. Яғни шығармадан мысалдар келтіріңіз. Сіздің пікіріңіз тек қана бір жақтама емес, бірнеше болуы мүмкін. Яғни негізгі бөлімде бірнеше пікір білдірсеңіз де болады. Және де оған анализ жасап талдап көріңіз. Қорытынды бөлімде өзіңіздің ойыңызды қысқаша тұжырымдап қорытындылаңыз. Балаларды жақсылыққа, адамгершілікке шақырыңыз. Мінеки, құрметті оқушылар, бүгінгі шығармашылық жұмыс өте қызықты болады деген ойдамын. Себебі сіздер «Менің атым қожа» шығармасының әрбір тарауын қызыға оқып, сауалдарға жауап беріп, сайыстарға қатыстыңыздар. Сондықтан сіздерге бұл аса қиындық тудырмайды деген ойдамын. Сонымен біз бүгін шығарма мазмұнын өз құндылық тұрғымыздан талдап көрдік және де әдеби эссе жазуды үйрендік. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Барлығыңыздан өздеріңіздің ойларыңызды, көзқарастарыңызды, пікірлеріңізді, аргументтеріңізді келтіретін эссе күтемін. Сау болыңыздар.